Қалайсыздар достар, обзор дайын. Обзорды бастамас бұрын ең бірінші канал жайлы, YouTube жайлы айта кетейін. Бізде InvestPTS деген телеграм канал бар. Бұл жақта яғни мәліметтерді, трейдинг жайлы мәліметтерді, инвестиция жайлы мәліметтерді, потом сигналдар, потом обзордың ссылкасында, потом яғни мен бұл жақта көптеген, яғни именно трейдингке қатысты емес, басқа да жаңалықтар бойынша салып отырамын. Именно мысалға Қазақстанда криптосети бойынша жұмыстар атқарылайын деп жатыр, яғни сіз оплатаны криптомен төлей аласыз. Яғни мен оны бұрыннан жалпы төлеп жүргем, бірақ мына общий Қазақстан бойынша ол әлі іске асырылмаған проект, бірақ енді аз адамдар жалпы төлеп жүрген, мен сияқты деген сияқты. Енді осыны үлкен қоғамдық ретінде қалыптаспақшы. Бүгінге осы жақсы жаңалық болып табылып тұр. Осыны жайлы да салып отырмын. Потом егерде сіздерге осы криптомен төлеу жайлы информациялар керек болса, менің мына жақта менде админге жазсаңыздар болады, сол жақта мен полный информация беретін боламын. Потом бұл жақта енді информациялар көп, сигнал жайлы, трейдинг жайлы барлығын осы жақтан ала аласыздар. Бұған яғни мына ссылканы осында астында қалдырып кетемін. YouTube-тың астына видео салғанда телеграм каналым деп тұрады, осы ссылка арқылы сіздер кіре аласыздар. Одан кейін мен краткосрочный торговляда Bybit биржасын қолданамын. Осы биржаға тіркеліп, осы жақта торговля жасасаңыздар болады. Енді біздер обзорға оралайық. Қазіргі баға 108.790. Енді көбісі айтып жатыр, қай жерден шорт ашсақ болады, не деген сияқты. Шорт ашу үшін қандай бізге факттер керек? Ең бірінші бізге распределение керек, яғни сатылымдар, үлкен компаниялар сатылымдар бастау керек. Ал ол сатылымдар әлі басталған жоқ. Яғни біз не істеуіміз керек? Лонг ашатын жерлерді қарастыруымыз керек. Кеше біздер лонг аштық краткосрокты торговля бойынша. Яғни мына 107.280 баға арасына кірген болатынбыз. Цель бізде 114-130 арасында. Ал бізге долгосрочный перспективаларда әлі споттағы монеталарымызда тек 20-30% ғана мына облыстан біздер сатқан болатынбыз. Келесі сатылымдарды осы 130-115 арасында күтемін, но енді 125 бізде средний цена болады. Осы жерлерде мендер жалпы споттағы торговляларын сатуды бастайтын боламын. Бірақ барлығын емес, тағы да 20-30%. Бірақ шорт ашу өте қауіпті. Шорт ашу үшін бізде не істеуіміз керек? Мына жақта былай жүріп, осындай іс-әрекеттер қалыптасу керек. Осы аралықта, пример мысалға, июль 2-3 ай осы жерлерде тұрып қалып жатса, біздер өз төмен қарай шорт бағытына қарастырсақ болады. Ал пока оған дейін ешқандай шорт позициясы қате болып тұжырымдалады. Лонгты енді тағы да дәл төмен құлап жатса, 105.000, 103.000 жақтардан біздер сатып алсақ болады осы монеталар, осы бағалар арасында. Так, осы бағалар арасында біздер сатып алсақ болады. Енді бізде потом эфириум монетасы бар. Эфириум монетасы біздер 2330 арасына кіргенбіз. Мына жерде откат болған, содан алдыңғы информацияларды қарап отырсаңыздар, спотта біздер мына жақтардан сатып алған болатынбыз. Мына жерден и потом мына жерден сатып алған болатынбыз. Енді пока споттағылар әлі сатып отырмын. Мен спотты пока ойлап отырмын. Мына жерден сатсақ деп, мына 5700, пока оған дейін әлі ешқандай да сату процесін жоспарламайтын боламын. Минималды 3058. Мына фьючерстегі позицияларды мына 3058 осы жерлер, бұның өзі бізге 31% жалпы плюспен шығатын боламыз. Одан кейін бізде S&P 500 бойынша пландар бізде енді қазір максимумды қият деген бізде жалпы ой бар. Барлығы план бойынша келе жатыр. Мына 5179-дан откат кетті. Енді біздегі максималды план 6156. S&P 500-ты жалпы біздер не үшін қарастырамыз? Мысалға біздер именно крипто саласымен айналыссақ деген сияқты. Ақша жалпы бір жақта бірдей құйылады. Яғни криптоға да, S&P 500-ға да. Яғни S&P 500-тың өсімі бізге 70-80% ықтимал әкеледі биткойнның өсіміне. Яғни S&P 500-тың өсімі бізге биткойнда да тура пропорционал бойынша қызметтерін атқарады. Яғни бұл жақта 6782 деген цель бар. Сол жаққа жалпы жоспар бізде сондай. Бұл жақта да особо төмен қарай қатты құлау үшін қандай іс-әрекеттер жасау керек? Мына облыстарда распределениелер болу керек. Ал қазіргі ситуациялар
распределениеге жатпайды. Яғни ол үлкен активтердің кіші активтерге сатылымдардың басталуы болып есептелген распределение дегеніміз. Ол распределение болу үшін осындай ситуациялар минималды қозғалу керек, жай ғана қозғалмай ұзақ уақыт бойы қозғалу керек. Минималды 2 айлап, 3 айлап, сол кезде барып біздер астыға үлкен целдерге байланысты қолданамыз. Яғни бұл жақта успешный болудың ең бірінші қадамы ұзақ мерзімді торговлялар жасау. Яғни қазір сатып алып 1-2 айдан кейін сатамын деген ондай целдерді қоймау керек. Көбіне 1-2 жылдығымызда ойлануымыз керек. Сол кезде біздер көбіне плюсовый сделкалар көп болады. Яғни сатып алдық па, минималды жылдап ұстаған кезде сіздер үлкен плюсте шығасыздар, яғни минусыңыз аз болады. Сол кездерде біздер ылғи плюста боламыз. Бірақ енді қысқа мерзімді торговлялар өте ұзақ уақыт алады, өте үлкен ұзақ білімді қажет етеді. Сондықтан егер де қысқа уақытқа көшкілеріңіз келсе, сіздерге үлкен кітаптар оқу керек, білімдер алу керек. Сондай қадамдар жасау арқылы сіздер краткосрочный торговлялардан плюстер ала аласыздар. Ал егер ондай білім не болмаса, онда ұзақ мерзімді торговлялар жасау арқылы, осындай обзорлар көру арқылы сіздер плюсқа шыға аласыздар. Жалпы сондай. Одан кейін бізде доминация биткоин. Доминация биткоин бізде не болып тұр? Яғни біз алдындағы обзорларды қарасаңыздар, мына жерде тұру керек деген едік. Пока енді осы жерде қозғалып жатыр. Егер мына жерде біздерде көп қозғалып, төмен қарай құлау ықтималдығы жоғары. Төмен қарай құлау ықтималдығы жоғары болса, бұл не болады? Доминация дегеніміз не? Доминация дегеніміз ол үлкен осы мысалы крипто саласындағы биткоиннің доминациясын айтып тұр. Яғни крипто саласындағы капитализация бізде 3-3 триллион болатын болса, қазір 63-8 бағасы, 63-78. Яғни сол 3-2-ның 63-8% капитализацияның сол биткоинға тиесілі деген сөз. Яғни осы капитализация доминация төмен қарай құлайтын болса, мына жаққа дейін. Ол кезде бізде эфириумның қалған альткоиндардың жоғары қарай өсімін көретін боламыз. Ал биткоиннің ол кезде бір орында тұрып қалуы мүмкін, бірақ мына эфириуммен салыстырғанда, яғни эфириум 2% өсетін болса, бұлар 1% өседі. Эфириум 4% өсетін болса, биткоин 2% өседі. Сол жағдайда солай қозғалып отырады. Ал ол төмен қарай доминацияның құлауына алып келеді. Мен үлкен құлауларды осы доминация мына 61-3-ге жеткенде барып қана үлкен құлауларды жоспарлайтын боламын. Сол кезде барып біздер биткоинді сатсақ болады. Сату жоспарын құрылсақ болады. Мысалға мен, например, 30-25 мыңнан биткоиндарды сатып алған болсам, үлкен сатылымдарды сол мына қай кезде 61-ге жетеді, сол кезде пландайтын боламын. Ал полный сатылым, енді полный сата қоймаймын, енді 90% сатылымдарды осы 57-ге жеткенде барып мен бастайтын боламын. Үлкен сатылымдар. Яғни бұл жерде мен альткоиндарды, мысалы менде эфириум, лайткоин деген монеталар бар ғой, PP деген сияқты. Соларды мен сол бағадан сатуды жоспарлайтын боламын. Келесі бізде 57. Но пока оған дейін еш нәрсе жасамаймын сату мақсатында. Шорттарды да осы аралықтан мен бастайтын боламын. 61-ден 57-ден бастайтын боламын. Оған дейін альткоиндарға, биткоинға ешқандай шорттар жасамайтын боламын. Одан кейін тон монетасына оралайық. Мен жалпы тон монетасын көп айтамын, өйткені неге менде спотта бар монета. Мен өзім қандай монеталар бар өзімнің счетымда, соларды ғана сіздерге жалпы алуды ұсынамын. Яғни сатып алыңыздар, бірақ риск менеджментті сақтап. Если риск менеджмент жайлы особо білмейтін болсаңыз, сізге сатып алудың да мәнісі жоқ деген сөз. Өйткені көп адамдар мен мысалға мына жерден сатып алып отыруым мүмкін, да, например, мына жерден ол тұрып мына жерге бүйтіп құлап қайттан да жоғары кетуі мүмкін. Мен мысалы споттан сатып алуым мүмкін. Ал ол адамдар тұрады да 30-40x-пен бүткіл ақшасымен кіріп, мен сатып алды екен деп кіріп кетеді, сөйтіп концовкасында олар минуспен шығады, ал мен плюста отырамын. Мысалға баға 7-8-ге өткенде. Екеуміз бірақ бір движениені жасап отыр, бірақ ол қиын движениені жасап отыр. Сондықтан риск менеджмент сақтап алған жөн. Сол кезде сіздер, мен егер плюста болсам, сіз де плюста боласыздар, минуста болсам, мен де минуста боламын, сіз де плюста боласыздар. Бірақ аз минуста боламыз. Сондықтан риск менеджменттің ең үлкен пайдасы сонда.
Енді тонның төмен қарай құлауы менде 1/8-ге дейін жоспарлар бар, жалпы құлап қалады ау деген сияқты. Сол мақсатта мен өзімнің мысалға бұл тон монетасына мен өз ақшамның 3%-ын бөлетін болсам, пока тек 1,5%-ын ғана бөліп отырмын. Енді ертең 1/8-ге құлайтын болса, тағы 1,5% үстіне дополнительно покупкалар жасайтын боламын. Соған ақша дайындап қойдым. Пока ешқандай осы жерлерден сатып алуға мен сатып алмаймын. Сіздерге мысалы советую осы жерлерден сатып алып, мысалы өзіңіздің портфеліңіздің ақшаңыздың 3%-ына, егер дәлше төмен қарай құлап жатса, тағы осы жерден сатып алуға кеңес беремін. Потом менде портал монетасы тұр. Бұл фьючерске тұрған монета, жоғары қарай өсім бойынша 0.2 бізде ең бірінші пландар сондай. Осы жаққа дейін болады пландар, бірақ енді бұларды ұзақтау күтесіздер. Яғни бұл жердегі жоспар бойынша минималды 0.2 бізде 110% көрсетіп тұр. Егер де ұзақ күтемін десеңіздер, мына 0.7, 0.8-ге дейін бару ықтималы жоғары, ол кезде бізде 200% пайда болу ықтималы жоқ. Енді мына жерде примерно 1-2 айдай уақыт алып қалуы мүмкін. Егер күте алсаңыздар, пайдасы зор. Енді стоптар бізде 0.05 сол жақтарды қойасыздар. Жалпы сондай. Так, одан кейін бізде PP монетасы. PP монетасы менде де тұр әлі. Жоспар бізде мына жерге дейін көтерілу. 0.9, 0.8 осы жерлерден бастап мен жалпы фьючерстік монеталарымды тазалайтын боламын, сатуды жоспарлаймын. Осы жерден осы бағытқа дейін. Пока особо сатуды жоспарламайтын боламын. Сондай. Яғни крипто саласы қазір қатты дамып жатыр. Төлеу, яғни ол Қазақстанға да төлеу схемасы келеді деген сөз да ол. Келеді дегенде жалпы ол заңмен де бекітіліп жатыр. Яғни болашағы зор деген сөз. Мен осыдан мысалға 4 жыл бұрын ба Америкада болдым. Сол кезде таңғалатынмын криптомен төлеп жатқанда. Яғни мен ол кездері торговля жасап сөйтіп жүрген, бірақ төлем системасына особо мән бермейтін болатын. Сол кезде мысалы Макдональдске неге барғанда таңғалып қарайтын, мынандай төленіп жатыр екен деп. Мен мысалы кезде тек торговля ғана жасап жүрген болатын, төленіп жатыр деген. Ал мысалға қазір қарасақ, Қазақстанда уже басталып кетті. Мен уже қолданып жүргенмен 5-6 айдай болып қалды да, бірақ енді оның алу жолдары қазір қиындау болып тұр. Общедоступныйға әлі қатты былай доступны бола қойған жоқ. Енді алу жолдары қиын болып тұр. Если де қалап жатсаңыздар, телеграмға маған жазып, солай жасаңыздар, мен сіздерге инструкциясын беретін боламын. Пока сондай. Менде обзорға байланысты, бүгінгі жаңалықтарға байланысты сондай. Всегда риск менеджментті пайдаланып торговля жасаңыздар, егер қысқа мерзімді болса. Егер де ұзақ мерзімді болатын болса, енді бұл жерде риск менеджмент керек, бірақ қатты трейд етпейді. Вот сондай мақсатта. Всегда биткоинді, эфириумды, енді эфириумды қатты айта қоймаймын, бірақ биткоинді жалпы ай сайын айлығыңыздың 10%-ны алып отырған өте сізге болашаққа алдағы 10-15 жылдыққа пайдасы зор. Ал эфириум монетасын как среднесрочный сделка ретінде қарастырсаңыз болады, алдағы 1 жылдыққа, 2 жылдыққа деген сияқты, но не долгосрочный проект. Сондайға қарастырсаңыз, бірақ долгосрочный проект бізде биткоин болып есептеледі. Өзіме жалпы мақсат қойғам, ай сайын осындай биткоин алып отырамын, не деген сияқты сондай. Менде жалпы пландар сондай биткоинға байланысты. Бүгінге айтарым осы. Барлықтарыңызды профитпен шығуларыңызға тілектесім. Пока-пока.